Өте дәмді. Сәлем достар, бүгін біз құймақтан торт жасаймыз. Құймақтың рецептісін алдыңғы видеодан көре аласыздар. Қазір описаниеде ссылкасын қалдырып кетемін. Енді міне құймақтың пісірілу барысын көрсетейін сіздерге. Осылай құймақтарымызды жіңішкелеп құйып пісіріп аламыз. Міне екінші жағы қызарған кезде осылай аударып аламыз да екінші жағын пісіреміз. Міне біздің блинларымыз дайын болды. Енді осыны торт қылып жинайтын боламыз. Ол үшін бізге міне осындай 33% крем сливки керек. Одан кейін осындай творожный сыр, сахарный пудра менде жоқ болды үйде. Сол себептен блендердан үйден қантты езіп алдым, ұнтақтап алдым. Одан кейін арасына салуға осындай клубник алдым, немесе банан алсаңыздар болады, өз қалауларыңызша сәндеу үшін. Одан кейін міне осындай ыдыс керек болады. Міне алдын ала салқындатылған менің ыдысым. Осыған қазір творожный сырды салып араластыратын боламыз қант ұнтағымен бірге. Бұл творожный сыр, сливки екеуі бір тортқа көп. Сондықтан да мен жартысын қосайтын боламын. Міне творожный сырымызды миксермен істедік. Енді үстіне сливкемізді құйып, енді араластырамыз. Міне біздің осындай креміміз дайын болды. Осындай қою болып шығу керек. Өзін-өзі ұстайтын, міне құламайтын. Осындай крем дайын болды. Енді тортымызды жинақтаймыз. Мен жалпы бірінші рет жасап тұрмын өзім. Нәтижесін бірге көреміз. Осылай жан жағына үш блинді қойып аламыз. Жанына шығарып. Енді кремімізді жағамыз. Міне осылай тортымызды жинақтап шығамыз. Міне соңғы блинімізді салып, кремді жағамыз. Енді осылай шетінен жабамыз. Міне біздің тортымыз осылай шықты. Енді осы қалған кремімізді осылай ортасына жағып, қазір безендіретін боламыз. Клубникаларымызды осылай турап, осылай безендіреміз. Міне біздің блинный тортымыз дайын болды. Тортымыз тоңазытқыштан шықты. Енді қазір кесіп көрсететін боламын. Өте әдемі, әрі нәзік болып шығады. Жасап көріңіздер. Өте дәмді, әрі нәзік, шайға күшті кетеді.